Барлығына сәлем. Бүгін муравейник дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қант салып, жақсылап араластырамыз. Содан уксус пен гасит етіп саламыз. Ерітілген, бірақ суыған сармай қоямыз. Ұнды салып, жақсылап бірінші вилкамен араластырамыз. Кейін қолмен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық рецепті описанияға қалдырдым. Жұмсақ қамырымызды илеген соң, оны кішкентай бөліктерге бөліп, морозилникке салып 2-3 сағат қатырамыз. Жаңа рецептерді өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Пергамент төселген противенге муравейниктерімізді күштен өткіземіз. Және 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Шұңғылда отызға муравейниктерімізді салып, қолмен мыжимыз. Креміне сгущенка мен варенканы қосып, жақсылап араластырамыз. Әсемдік үшін осындай кольцоны қолдандым. Кольцоға саламыз. Үстінен тығыздап басып, формаға келтіреміз. Кейін форманы алып тастаймыз. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, мен максиуп қойдым. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.